Мұсылман күнтізбесі бойынша Арапа күнінің уақыты Зүл-хижжа айының 9-ы, яғни Құрбан айттан бір күн бұрын. Дінімізде Арапа сөзі қасиетті ұлық мерекенің бастауын білдіреді. Ислам тарихына үңілсек, бұл күннің бастауы сонау Ибрахим пайғамбардың өмір тарихынан маңызды кезеңді еске түсіреді. Яғни Зүл-хижжа айының 8-і күні Ибрахим пайғамбар түсінде құрбандыққа баласы Исмайылды шалып жатқанын көреді. Әуелде бұған аса мән бере қоймайды. Көрген түсін жай түс болар деп ойлаған Ибрахим пайғамбар ертесіне мұны тағы көреді. Осыдан кейін көрген түсін жай емес, Алладан келген аян екенін анық біледі. Міне, осы себепті Зүл-хижжа айының 8-нен 9-на қараған уақыт Арапа күні деп аталған. Арапа сөзінің тілдік мағынасы білу, тану, анықтау дегенді қамтиды. Арапа күллі мұсылман жұртының мейрамы Құрбан айттың алдындағы күн. Яғни 2025 жылы 5 маусымға тура келіп тұр. Ал 6 маусым Құрбан айт мерекесі. Арапа күні қандай ізгі амалдар жасаған дұрыс? Арапа күнін құрметтеу. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Арапа күнін құрметтеңдер. Өйткені Арапа Алла тағала қадірлеген күн деген. Намаз оқу. Арапа күні таң намазынан бастап Құрбан айттың 4-ші күні 2-ті намазына дейінгі 23 намазда еркек әйел барлық адам парыз намаздардан кейін сәлем бере сала Аллахумма әнтәссәлам дұғасын оқымай тұрып, уәжіп болған тәшриф тәкбір дұғасын жеке оқыса да, жамағатпен оқыса да дауыстап оқулары керек. Әйел адамдар дауыстарын шағырмай іштерінен оқиды. Парыз намаздарынан басқа айт және жұма намаздарынан кейінде оқылады. Ораза ұстау. Арапа күні ораза ұстау сүннет амал. Өйткені ораза нәпсі тәрбиесінің негізі. Хадистерде Арапа күні ораза тұтудың сауабы мол және күнәларымыз кешірілетінін жеткізген. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Арапа күні ораза тұтушыға адам пайғамбардан, яғни алғашқы адамнан, қиямет сырнайы үрленгенге дейін өмір сүрген бүкіл адамдар санының 2 есесіндей сауап жазылады деген. Тағы бір риуаятта момындардың анасы Айша, Алла оған разы болсын, Масрукқа, ей Масрук, сен Расулуллахтың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Арапа күні оразаны 1000 күнмен салыстырғанын естің бе деді. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Арапа күні ұсталған ораза 1000 күн тұтылған, нәпіл, оразаға тең деген. Арапа күні ораза тұтқан адамдардың 2 жылдық күнәлары кешіріледі. Бірі өткен жылғы, екіншісі келер жылдың күнәлары, яғни осы күні тұтылған ораза өткен және келер жылда жасалатын тәубелердің қабыл болуына себепші болады. Дұға оқу. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай дейді. Дұғаның абзалы Арапа күнінің дұғасы, және мен менен бұрын болған пайғамбарлардың айтқан дұғаның абзалы Алла тағаладан. Ол жалғыз. Оның серігі жоқ. Иелік және мақтау Алла тағалаға тән әрі, ол барлық нәрсеге құдіретті. Сол үшін осындай қасиеті мол күнді бос өткізбей, дұғамен күнімізді берекелі еткен жөн болады. Дұғамыз арқылы еліміз бен жеріміздің, жанұямыз бен ағайынның амандығын тілеу қажет. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дұғаның қадірлісі Арапа күні жасалған дұға дейді. Тәубе ету. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адам баласының бәрі қателік жасайды. Солардың ішіндегі ең жақсылары жасаған қателіктер үшін тәубе ететіндері деген. Демек күнә істемейтін, қателікке бой алдырмайтын пенде болмайды. Алла пендесіне тәубе ету мүмкіндігін берді. Сол үшін Арапа күні мейірім есігі ашылған кезде Аллаға тәубе жасап, күнә қателіктеріміздің кешірілуін сұрайық. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Арапа өте құнды күн. Ол күні мейірім есіктері ашылады деген. Кешірімді болу. Кешірім иманның шынайы көрінісі. Адамзаттың ардақтысы пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұлай айтқан. Кешіре райдан қайта біліңдер, өйткені кешірім мен мейірімділік таныту пенденің маңыздылығын арттырады. Егер Алланың сізді ұлықтауын қаласаңыз, онда өзгелердің де күнәларын кешіріңіз. Ендеше Алланың шарапатымен кешіре алатын мұсылман жұмақтағы Кәусар бұлақтан су іше алады. Алла оны ұлықтайды.
қиямет күні өзі кешіріліп, жоғары дәрежеге ие болады. Ал кімде-кім мейірімділік танытпаса, мұның бәрінен құр алақан қалуы ықтимал. Осынау Алла қадірлі еткен күнде маңайымыздағы жандардың барлығын кешірсек, Алла бізді де кешіреді.